Бүгінгі сұхбатымыздың құтты қонағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Арайлым Рақымқызы. Арайлым ханым, бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Қош көрдік, Бахаргүл ханым. Халқымыздың салт дәстүрін насихаттап, өзіңіздің ерекше дауысыңызбен дәстүрлі әндерді халыққа жеткізіп келе жатқан бірден бір азаматшасыз. Әзір осы салт дәстүрімізге деген қоғамның қызығушылығын біз қалай оятсақ болады? Қазақтың салт дәстүрі, мынау біздің өзіміздің мәдени құндылықтарымыз. Айтып жатырмыз ғой, дәстүрлі өнер дейміз, дәстүрлі музыка деп айтсақ та болады. Бұл енді біздің өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан, анау тарихи кезеңнен келе жатқан өзіміздің ұлттық салт санамыз ғой. Сондықтан ең бірінші біздерде қазақта айтады ғой, бірінші тәрбиеден басталады деп. Тәрбие тал бесіктен дейді. Яғни қазіргі заманға заманауи тұрғыда бұл ұлттық өнерімізге келетін болсақ, мен ойлар едім, әр қазақтың әр қаласында болып атқан, республика көлемінде болып атқан балабақшалардың барлығында жаңағыдай қазақша, яғни ол біздің домбыраның үні, қобыздың үні, балаларға тәлім тәрбие беру керек деп ойлаймын. Және де айтып жатамыз ғой өзімізде, армандар орындалады деп. Бұл енді менің бала кезімнен өзімнің арманым. Біз ол түгілі қазір қарап отырсақ, өзіміз дәстүрлі әннен бұрын өзіміздің мына қазақ тұрмысымызда бірінші өзіміз қазақша сөйлеуіміз керек. Ол біздің тілімізге келеді, тілімізбен бірге дінімізге келеді. Сондықтан қазақтың жастарын ең алғашқыдан үйден тәрбиеленген қазақша сөйлеу дүниесіне үйретсек, ол да балабақшадан басталу керек. Мысал үшін айта кетейін, кеше ғана басқа ұлт өкілдеріменен кездесу болды. Ол әртүрлі бағытта, жаңағы украин қызы, белорус қызы, орыстың қыздары қазақша ағып тұр. Қазақтың салт дәстүріне бейімделген Павлодар қаласынан дейік, Кереку ғой, бұрынғы Кереку қаласынан 5 қыз келді, орыстың қызы келді, туған апалы сіңілі. Сол кісілермен танысып, бір жағынан өзімді намыспен жігер қайрап бара жатыр, ана кісілердің қазақша сөйлегеніне. Неге біздің өзіміздің жастарымыз осылай қазақшаны осылай нақ сөйлеп, жаңағыдай паш етпейміз? Біз неге өзіміз бірінші қазақша сөйлемейміз деп. Бірақ жаңағы қыздарға қарап өзім тәнті болып, бір жағынан риза болып отырдым да, соны бүгін мына Facebook желісіне салдым. Дегенмен де біздің өзімізден бастайықшы деп. Өйткені қандай адам болмасын, бірінші өзіңнен сұрауың керек қой, мен не жасап жатырмын деген сияқты. Сол қыздарға қарап отырсам, о кісінің әпкесі де айтады, мен мынау Баянауылдың Бірлік деген ауылында туып өстім дейді. Әке-шешесі таза орыс, қазақша мүлде білмейді. Бірінші сыныпты орыс мектебіне барады, екінші сыныпқа көшкен кезде орыс мектебін жауып тастайды. Не жасарын білмей, мұғалімдердің де бір сол кездегі мұғалімдердің орыс мектебінің сол ауылда жабылғаны жаңа қызға өте қатты әсер қалдырған. Және де жаңағы біздің сол кездегі ұстаздарымыздың талғамы, жаңағы тәрбиесі, тәртібі, сосын кейін қаталдықтары. Ол мен қайда барамын деп ойланып, екінші сыныпқа бармадым дейді. Бірақ үшінші сыныпқа баратын кезде екінші сыныпты қайта барып қазақ мектебінен бастаған. Содан жаңағы өзінің соңынан ерген 5 қызды қазақ мектебінде оқытқызып, өздері қазаққа күйеуге шығып, әлі күнге дейін 5 қыз бір-бірімен қазақша сөйлеседі. Таң қалғанымыз, біздің біраз қазақ қыздарымыздан әлде қайда алда тұрған қазақтың келіндері қазақтың салт дәстүрін ұстаған. Қалай, мысал үшін біздің өзіміздің намысымызға келмейді, мысал үшін. Сонымен сіздің бағдарламаңызды пайдалана отырып, мен тағы да қазақ жұртына айтар едім, қазақтың қыздарына, ұл қыздарына намыстары оянып, біз бірінші өзіміз алғаш болып, қандай жерде болмасын, біз орыс халқына да, басқа халқына да бірінші қазақша сөзді өзіміз сөйлесек, олардың әрқайсысы бізге міндетті деймін қазақша, біздің мемлекеттік тілімізде бізге қазақша жауап беруге. Өйткені олар бізден алдыға қартай озып
біздің қазақ тілімізді сөйлеп жатыр. Біз де кезінде ол кісілердің орыс тілін сөйледік қой, бірақ дегенмен де осылай ақырын біздің салт дәстүрімізді де ұмыттырмауымыз керек. Мен өзім ауылды жерде өскем, атқа мініп өскен қызбын, қой баққан қызбын, жылқышының қызымын. Сондықтан маған қазақтың салт дәстүрі жақын, және айтар едім, мен қазақтың салт дәстүрімен жүрем. Өйткені өзімнің киім үлгімде де мен қандай болмасын, қазір енді жастар айтып жатыр ғой, біздерге бір көне қазақтың көйлектерін алсақ та бүрме етек, қазір де киіп жатыр ғой жастарымыз, ұзын көйлекті, жаңағы жарасымды, намаз оқыса да жаңағыдай камзолды кисе қазақтың, оның да жаңағыдай осы біздің заманымызға заманауи түрде келтіруге болады ғой. Шапан кисе де бір жеріне бір қазақтың бір оюын жабыстырса, қазақ екенін көрсетіп тұратын. Жаңағы басына шыт тақса да қазақтың оюы тұрса, осылай өзіміздің мәдениетімізді дәріптей аламыз. Ақырын осы нәрсенің барлығын тұрмыста да қолдану керек. Айтып отырмын ғой, жаңағы тәрбие тал бесіктен болғаннан кейін балабақшадан басталып мектепке барған кезде де сол қазақтың салт дәстүрлері, менің арманым осы біздің қазақтың салт дәстүрінің қайбір шыңы болса да әр мектептің жаңағы оқулығына да жаңағы үйірме болса да сол жерге кіру керек. Домбырамен қазір қолға алып жатырмыз ғой, әр мектептерден де ашылуы мүмкін. Жаңағыдай не айтуға, домбыра үйірмелерін келе жатырмыз, бір белеңге келе жатырмыз. Домбыра үйірмелерін ашылса, қазақтың балалары өздерінің ұнатқан домбырасын ұстайды, қобызын ұстайды. Ол жаңағы тәрбие сол кезден. Одан кейінгі біздің балаларымыздың үйренетін ортасы, өзімен бірге жүрген дос, жора жолдастары жүрген ортасы, олар қандай жаққа қарай бағытын алып келе жатыр деген сияқты. Сол сияқты біздің қазағымыздың салт дәстүрінің құндылықтары өшпес екен, өлмес екен деп ойлаймын. Өте дұрыс айтып отырсыз. Біздің қазақ халқы ырымшыл халық қой, енді салт дәстүрді ұстанамыз. Сол кезде ырым да керек. Сол ырымдыға байланысты өзіңіздің өміріңізде болған бір оқиғаларды айтып отырсаңыз қызықты ғой енді. Расында дәстүр деген салт дәстүр, ырым, тиым, наным, сенім барлығы біздің қазақ халқының ұстанымдары ғой. Ең біріншіден айтады ғой, мен өзім келін болып түскелі 21 жыл болыпты. Енді қазір біріншіден айтып атады ғой, мысалы, қыз бала жат жұрттық дейді. Сол сияқты енді көп жақтан енді біздің елде сәлем салу деген болған жоқ, бірақ маған өзіме өте қатты ұнайды. Сәлем салу өте қатты ұнайды. Неге дейсіз бе? Өйткені біздерді айтады ғой, біз осы Нұрсұлтан қаласына көшіп келгелі 20 жыл уақыт болған екен. Біз Нұрсұлтан қаласына келген кезде ой, бұл жақ орыстанып бара жатыр. Қайта біздің көп жағдайда орысша сөйлейді деген сияқты наным, сенім қалыптасты ғой бізде енді. Біз келген кезде мен айтар едім, жаңағы орысша сөйлеген ол жарайды түсінікті. Өйткені орыстардың қауымы жақынырақ болды орысша, бірақ біздің жаққа қарағанда бұл жақтың елдерінде қазақтың салттық дәстүрлері сақталып қалған деп. Өйткені біз 2000 жылы көшіп келген кезде Целиноград ауданы дейміз ғой, қазір Ақмол ауданы болып жатыр. Ақмола облысына қарасты. Өйткені мен өзім қаланың сыртында 40 шақырым жерде тұрам. Ол кездегі осы жердің тұрғылықты тұрып атқан ел жұрты ғой. Жаңағы өзіміздің қазақи дәстүрменен оюлы көрпелерінің үстінде отырып, домалақ дастарханда отырып, шайын ішіп, жаңағыдай дастарханға отырған кезде енді басқа жақта әлі күнге дейін ондай бермейді. Еттің өзінің әкелуі мүшеленіп, жаңағы қонақ шақырса да, қалжа беріп жатса да дегендей. Одан кейін бұл кісілердің бір үрдісі сол кездегі қазақтың салт дәстүрі сақталып қалған.
бұл кішкентай балалардың өзіне иығына орамалын салғызып, қолында құмғаны бар, жаңағы отырған кісілердің қолына су құйып, үлкен кісілердің батасын алған. Солтүстік орысшаласып кеткен дейді, ондай емес, керісінше қайта дәстүрді ұмытпаған екен ғой, сізше, 20 жылдан меніңше бұл кісілер сондай нәрсені мен де ең алғаш ұстап қалған кезде бәрі орыс дегенге мен келіспеймін. Расында да келген кезде енді орысша сөйлеген жарайды, ол бірақ енді жаңағы салт дәстүрдің ұстануы, бәрі қазақша сөйлеп жүргені маған ерекше, өйткені ана біз жақта қытайдар көп жерде, аз ғана Ақтөбелінде қазақпыз ғой, мына жерде көп қазақты көргенде сондай бір марқайған кезім болған. Тура сол сияқты сізде де. Менде де сондай бір нелеріне тәнті болдым да, осы жаққа көшіп келген кезде. Енді жаңағы сәлем салуға келетін болсақ, мен өзім сәлем салған жоқпын, бірақ мен кейіннен бір 15 жыл болғаннан кейін өйткені жаңағы сіңілдерім батыс жаққа барып күйеуге шыққан кезде жаңағыдай маған өте ұнайды. Неге дейсіз бе? Біріншіден сәлем салудың ең бірінші нәрсесі көп жағдайда да, қазіргі жағдайда айтады ғой, мына енеменен қазақтың келінінің арасындағы алтын көпір сәлем салу деген. Өйткені таңертең таң бозара туған кезде, келіні тұрып сәлем салып жатқан кезде, ол енесі мен атасы қалай ол келінге сөйлеуі мүмкін? О кісілер о баста тұрғаннан о кісілерге батасын беріп, айналайын бақытты бол, бар бол, аман жүр деп атқан кезде, ол ең бірінші тәрбиенің ең бір төресі осы сәлем салуда ма деп ойлаймын мен. Бір-біріне деген сыйластық. Сыйластық, және де жаңағы өзі қалай айтсақ екен, арақатынасты жақындатады. Сондықтан сәлем салуда тұрған өте көп өнеге бар. Маған да ұнайды сондай. Соны мен кейіннен енем менің өзіме айтатын еді, сен көпшілсің, бір жағынан айтып қояды, сен көп аспай қатынсың, қолыңдағы бар дүниенің бәрін тарқатып, елге сөйтіп шашып жүресің деп. Қолыңда болса шашасың ғой, болмаса қайтесің. Сол енемнің керемет менің мамам да сөйтіп айтатын. Жақсы батасын алған бір енеммен бір әй деп шәйдесіп көрмеген екен. Маған енем бір сен сондай істедің деп, сондай бір қылық көрсетсің, солай сөйледің деп айтып көрмеген кісі екен. Соған қарағанда мен ойлаймын, мен енемнің керемет сондай батасын алдым. Одан кейіннен қайта күйеуімнің әпкелері келген кезде өзінен үлкен сол кісілерге сәлем салдым мен. О кісі бар, сондықтан жаңағыдай қазақтың салт дәстүрінің әр қайсының бір жанында керемет өзінің бір үлкен тәлім тәрбиесі жатыр. Өте дұрыс айтасыз. Тәрбие тал бесіктен деп жаңа айтып отырсыз. Енді мына отбасы құндылықтарына тоқталып өтсек, баланы жастан деп жатамыз. Сол әзір балаларға салт дәстүрді үйретудің орнына орыс тілін, ағылшын тілін үйретіп жатырмыз. Осыған қалай қарайсыз? Мен енді біздің үйдегі қожайын негізінен балалардың бәрін қазақша тәрбиелеген. Қазір үлкен менде өзімде 3 ұл. Салт дәстүрді тәрбиелеуде. Ұлдың үлкені 2-ші курс студенті, тіл дамыту жағынан және ағылшын тілінде өзіңіз айтып атпақшы, бірақ бала кездерінен жаңағыдай айтып отырмын ғой, жаңағы басқа ұлт өкілінің жаңағы әпкелеріне риза болдым, өйткені сол кісі әке-шешесі емес, сол кісі сіңілдеріне тәрбие берген деп. Сол құсап негізгі үйдегі нәрсе бұл 3 нәрсе адамның өміріндегі жаңағы тәрбиелік мәнге зор беретін. Бұл біріншіден жаңағы үйде өскен үйдегі тәрбие, әке-шешенің балаға бала кезінен берген тәрбиесі. Одан кейін ол тәрбиеден жалғанып, бала мектеп қабырғасына барған кезде ұстаздарынан алынатын тәрбие. Бала ер жеткеннен кейінгі 3-ші сатыға өтетіні бұл баланың жүрген ортасы. Осы 3 нәрсе үлкен тәрбиенің қоры ғой негізі. Сондықтан жаңағы үйде біз таза қазақша тәрбиелейміз. Қазақтың салт дәстүріменен жаңағы балаларымызға айтып жатамыз. Қыз баламыз, мен әпкемнің қызы бар қолымда, өзімнің ұлымменен теңдей егіздей өсірген.
еркек адамның алдын кесе көлденеңдеп өтпе, еркек өтіп кеткенше тосып тұр. Жаңағыдай балаға да қазақша үйретіп, енді Құдайға шүкір қазір бізде ұлттық арнада Балапан деген канал бар. Менің балаларыма барлығына мен Балапан каналын қосып қазақша сөйлеткізіп, орыс тілінің өзін 6 сыныпқа барған кезде қосымша беріп мен үйреткізгем әр балама. Бірақ үйде әкелері дегенің айтып отырады, мысалы үшін тіпті дастарханның үстінде болса да жаңағыдай ана кесені, я болмаса ана қасықты, сосын кейін арасында бір кетіп қап, мынау балам вилканы ала қой десең, әкесі оны кер алып қойып, бұл вилка емес, бұл шанышқы деп қазақшасын айтып, сондықтан тілдерінің бәрі таза. Сондықтан әр нәрсені айтып отыру керек. Ол жаңағы ойыншық сұраса да, мысалы маған сіңілдерімнің балалары келеді, бір ғана не айтайын, сіңілім келіп ар ойланып, бер ойланып, маған айтады, әпке, мен баламды орыс мектебіне берсем ба деп. Неге? Өйткені тілі соған жетік. Мен айтам, неге ол оған жетік? Бұл сендердің әке-шешесінің жіберіп атқан қателігі деймін да, сіздер үйде қазақша сөйлеспейсіздер. Ол қазіргі мынау дамыған заманда әр баланың қолында қос-қостан ұялы телефон жүр десек, біз жаңылмаймыз. Өйткені баланың көретін, қызығатын жері осы ұялы телефонға кеп тірелген кезде балалардың қай жерге кіріп атыр, қандай нәрсені көріп атыр, біз оны қадағаламаймыз. Өйткені бала өзіне керек нәрсені, қандай бір бояулы дүниелері болса, соның бәрін ашып қарап атады. Ол орысша сөйлеп атыр ма, ол ағылшынша сөйлеп атыр ма, ол қазақша сөйлеп атыр ма. Сон әбден баласы жаңағы орысша нәрсені көріп, тілі орысшаға бейімделіп шыққан. Содан бәрібір дегенмен де қойғызбай баласын біз неге жібердік? Қазақ мектебіне бергіздірдік. Құдайға шүкір, былтыр мына Абай атамыздың 175 жылдығын мерейтойын атап өтілді ғой. Абай атамыздың өлеңдерін қалай жаттап айтып тұр ол бала қазір. Иә, сон біз жаңағы тәрбиесі жағынан айттық та, егер үйде телеарна болса, ол телеарнаның бүкіл каналдарын бұзыпса дедім, мен айттым. Тек қана ол қосқан кезде Балапан қазақша сөйлейтін каналдар ғана тұрсын. Қандай бір нәрсесін іздесе, ұлттық арна қазақша сөйлеп тұрған дүние тұрса, соны олар ойыншықпен ойнап отырғанның өзінде құлағының түбінде қазақша сөздер жүріп атса, ол соның барлығын сіңіріп алады ғой. Өйткені балалар дегеніңіз 5-6-7 жаста өте алғыр болады. Қандай не айтып атса, мынау есте сақтау қабілеттері де соншалықты дамып тұрады, сол моментте сол уақытта қабылдап алып тұрады, қабылдап алғыш болып тұрады. Сондықтан барлық қазақтарға айтатыным, балаларыңызды үйде қазақша тәрбиелеңіздер, қазақша сөйлеңіздер, біздің ұлттық нанымымыз, сеніміміз одан арғардай артсын деп ойлаймын да. Дұрыс айтасың, жаңағы бала тәрбиесінде әлеуметтік желінің де кері әсері тиіп жатыр ғой. Осы жаһандану заманында ұлттық құндылықтарға әлеуметтік желінің қандай кері әсері бар, соны айтып өтсеңіз. Біздер мен енді ойлаймын, негізінен ата-ана ретінде де, мысалы балалар тәрбиесінің өзінде де, мысалы үшін балаларымның барлығының мынау бастауыш сыныптан бастап, мынау 5-ші сынып аралығындағы уақыттардың барлығында мен әр баламмен өзім жеке отырып сабақ оқыдым. Сондықтан мынау біздің интернет желісінің өзіне бір балаларға керек емес дүниелер көп кіріп кеткен ғой. Оны ол кезде бұғаттауға қою керек еді. Біздің бала кезімізде айтылатын еді ғой, мысалы, ауылды жердің өзіне жаңағыдай кино қоюға келген күннің өзінде де 16 жастан жоғары деген кәдімгі өзінің шектеулі дүниелері болатын. Сондай нәрселерден біраз нәрсені тыйым салуымыз керек еді ғой. Бала есейіп өзі толықсыған шағында ол керек нәрсенің барлығын қазіргі дамыған заманда оның көріп, біліп, өзінің несімен үйренетін еді. Бірақ енді өкінішке орай бізде қазір бәрі қай жағынан көрем десең де интернет желісі дегеніңіз жетерлік. Ол біріншіден қазіргі жастардың отыратын несі бұл Инстаграм парақшалары, ол Твиттер деген не бір дүниелер бар, мессенджер деген бар, одан қалса өздерінің бір отырып, қазір бір ойындар шыққан кезінде, осыдан 1-2 жыл бұрын көк киіт деген
ойбай балалардың барлығының денсаулығына мынау дегенің әсер етті деп бір дүркіреген кезең болған. Қазірдің өзінде де балалар оны тоқтатқан жоқ, өйткені дегеніңіз қазір балалар дегенің бір-бірімен қосылып алып, құлақтарына жаңағыдай құлақшындарын киіп алып тұрып бір-бірімен сөйлесіп отырып ойнайды. Сондықтан мен Инстаграм шығарып алған TikTok деген нәрсе де бар. Ол дегенің ол балаларға келсін келмесін, мен ойлар едім, балалардың өзінің шектеу уақытын қою керек. Ол өзі де бізде қазақта бөлініп тұр ғой, бала бақшаға дейінгі бала аралығы бар, мына жастан бала бақшаға қабылданады, мына жаста ол мектептің табалдырығын аттайды. Ол бастауыштың орталығы 4-ші сыныпқа дейін. Сол екі ортадағы шектеудің ортасына бір тақырыптағы бір дүниелер болып, соның бәріне шектеу болса, одан ары қаратай балалардың ақыл есі толып, ақырын 13 жастағы ордабұзар жастарына жетеді. 13 жастан асқан балалар дегеніңіз, ол кісілердің ертеңгі уақытта мен қандай оқу оқимын, мен кім болам дегенің ой өрісі сол уақытта ғана ақырын келе бастайды. Одан кейін 9-ші сынып бітірген кезде балалар дегеніңіз жаңағыдай колледжге кетеді. Одан 11-ді бітіріп жатса жоғарғы оқу орнына кетеді. Ол кезде дегенің студенттік өмір балалардың өзінің бір ең жастардың нағыз пісіп жетілген кезі, ең өмірінің қызықты кездерінің бәрі осы уақытта басталады. Сол уақытта да жаңағы дүниелерді көрсе, ешқайда еш жерден кем кетіп қалмаймыз біздер. Сондықтан әрине ұсыныс айтқым келеді, өзінің балалардың тәрбиесіне байланысты жаңағыдай шектеуменен дүниелер болса деп. Енді кім біледі, күнде өзгеріп атқан заман, күнде бір нәрсе өзгереді, жаңа дүние болып атады. Сондықтан балалардың болашағын қалай қараймыз? Біз буын өкілдері соны айтып отыруымыз керек. Айтпасақ та олар расында да жол таба алмай қалуы мүмкін ғой. Сондықтан біздің міндетіміз оларға үнемі айтып отыру. Айтып, жол көрсетіп, айта беру керек. Жаңа осы Нұрсұлтан қаласында мен өткенде естігенмін. Мүмкін болса сізге қолқа салғым келіп отыр. Бірге барып, бір қолымыздың бір бос уақытында Республика көшесінің бойында қазақ балабақшасы бар деді. Мен қай некенін ұмытып отырмын. Сол жерге мына жаңағы сусындардың орнына ішетін қазақтың қымызын кіргізіпті деді. Балаларға балабақшадағы. Содан кейін ол кісілерге жаңағыдай мына домбыраның, қобыздың үнін жаңағыдай балалардың өзінің бір демалыс, бір уақыт тынығатын уақыттарында жаңағыдай үлкен телеарнадан сондай бір сағаттарды өткізеді екен балабақшада. Ал менің қарным ашқан жері, өткенде агитация кезінде мен балабақшаларға да бардық қой. Сол кезде кішкентай уголоктар болады ғой, бұрыштар. Сол жерде ойыншықтары, өңшең Қытайдың ана пластмасса ойыншықтары, бір тал қазақша, бір киіз үй, ана түйелерімізді, кішкентай домбыра, қобыздың кішкентай сувенир түрлері де көп қой, енді ағаштан жасаған, кигізден жасалған, сондайларды қойып қоймаған. Бір тал сондай нәрсені көрмедім деп қынжылып отырсыз ғой сіз. Бұрышында қойылмаған. Сіздің айтып отырғаныңыз өте дұрыс. Тіпті қымыз сусын тұрмақ, енді ана ойыншықтардың енді сол бір балабақшаны естен соны барып көргім келеді. Және ол кісілер жаңағыдай ненің орнына шоколад конфеттердің орнына қазақтың құрт пенен ірімшігін кіргізіп жатыр деді. Қандай тамаша. Бала дегенің кішкентай кезінен бастап біздің есейген балалардың өзі қазақтың сармайы. Мынау ірімшігі десең, мұрнын тұжырып, ой, бұл не деп қарайтындар бар. Оны балабақшадан жаңағыдай дүние берсе, қазақтың сол уақыттан бастап бізде ірімшік бар екенін, құрт бар екенін, қымызы бар, шұбаты бар екенін бала сол жерден біледі ғой. Міне тәрбиенің басы осы деп ойлаймын. Біз үлкендердің өзі осы пандемия кезінде қымыз бен шұбаттың қаншалықты адам ағзасына қажет екендігін білді ғой енді. Енді соны балабақшадан бастап үйрету керек. Саумалдың өзі дейді, адамның денсаулығының иммунитетін көтергенге үлкен орасан зор көмегін береді. Сол сусындарды ішіп,
күнделікті тұрмыста қолдануымыз керек қой. Күнде кола, фанта, спрайт деп жүгіртпей балаларды. Сол сіздің кола, фанта, спрайтыңыз сол біздің үйде жүрмейді. Өте жақсы тәрбиелейді екенсің балаларыңды. Мен де балаларға сөйтіп айтып отырамын. Өйткені мен өзімнің денсаулығыма байланысты күніне 2,5 литр су ішетінім бар. Сондықтан балаларға да таңертең алғаш тұрған кездегі 200 граммы ол жаңағы табиғи су ішу керек. Ол енді біз қалада тұрмағандықтан бізде жаңағы хлор не қосылған су ішпейміз. Ол біздің өзімізде құдығымыз бар. Анау тереңнен қазылған сол құдықтың суы біздің суымыз. Сондықтан біздің үйге де қонаққа келіп, сол тамаша судан шайыңызды ішіп, етіңізді жеп, қымыз ішіп қайтсаңыз болады. Әрине, өте қуаныштымын. Салауатты өмір салтын ұстайды екенсіз. Қуаныштымын оған. Қолыңызда домбыра отыр екен, Алтын домбыра фестивалінің лауреатысыз, енді сізден қонаққа де сұрамасақ болмайтын сияқты. Енді әу деп отырсаңыз кішкене. Керемет үкілі домбыраңызды көргенде, үкіні көргенде мен қаншама үкінің қасиетін де айтып жүрмін мен осы YouTube каналында. Рахмет. Үкі қандай тамаша, иә. Қазақтың халық әні Бекзатым-айды айтып берейін онда. Қандай жақсы. Халық әнін мен жақсы көремін. Қаранар жүк көтермес, бел кеткен соңау. Ен жайлау құласыдау, ел кеткен соңай жолыққанша, аман болам алғанша. Бір көскен кішкентайдан құрбым едің ау. Ойнаймын ендігіммен, сен кеткен соңай жолыққанша, аман болам алғанша. Кекілің кескен кератым-ай, біттейден өскен Бекзатым-ай. Жанымда бірге жүрген Жайдарлым-ай, ау жаутаңдаған көзіңнен айналдым-ай. Сыртынан ауылымның өттің кеттің ау. Өкісін тақиямның бермей кеттің ай жолыққанша, аман болам алғанша. Өкісі тақиямның жүздің келік ау. Қалдырдың көңілімді мың теңгелік ай жолыққанша, аман болам алғанша. Кекілің кескен кератым-ай, біттейден өскен Бекзатым-ай. Жанымда бірге жүрген Жайдарлым-ай, ау жаутаңдаған көзіңнен айналдым-ай. Жанымда бірге жүрген Жайдарлым-ай, ау жаутаңдаған көзіңнен айналдым-ай. Ой, керемет. Арайлым ханым, бүгінгі әніңізге және тамаша сұхбатыңызға үлкен рахмет. Құрметті менің оқырмандарым, мағыналы тәрбиелік мәні бар видеолар біздің арнамызда. Ұлттық құндылықтарымызды насихаттау әрқайсымыздың қолымыздан келеді. Олай болса, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментар қалдырыңыздар. Келесі жүздескенше. Келесі кездескенше күн жақсы болсын ағайын.